Адамгершілікті болу үшін көп ой керек. Ойлау үшін оқу керек. Ана мейірімі мен ұстаз мейірімі егіз. Ұстаз емес, өз шәкірт үшін күймесе, шәкірт емес, өз ұстазын сүймесе. Тумай жатып, толдым деме, толмай жатып, болдым деме. Пайда менен залалды ақыл айырады. Бабасы еккенді баласы орады. Сынық қанат көбелек, ол да өмір іздемек. Ешқашан ешкімді жамандама, ең жаман деген адамның өз жақсылығы болады. Өтіріктен тілін тыя алмаған адам арамдықтан ындынын тия алмас. Үміт күткен ұлы оңбаған болып кетсе, әке сорлы. Қызы күйеуге өтпесе, шеше сорлы. Сұлу деп алғаны сүйкімсіз боп шықса, жігіт сорлы. Қыран деп тигені жапалақ боп шықса, жар сорлы. Мейіріміңді басынатын емес, бағалайтын адамға көрсет. Сұрағың болса, ақылдыдан сұрама, білетіннен сұра. Ердің асылы күшінен, әйелдің асылы ісінен білінеді. Еркекке жүрек керек, әйелге тірек керек. Әуелі өзіңізді өзгертіңіз, сонда өзгенің де өзгергенін байқайсыз. 7 мәрте жығылсаң, 8 мәрте орныңнан тұр. Нағыз бай адам қолдағы барына шүкіршілік еткендер. Біреуден құтылғың келсе, оған қарызға ақша бер. Ең жақсы кек бұл үлкен жетістікке жету. Кішіпейіл болғанмен кішірейіп кетпейсің. Өр көкірек болғанмен ұлылыққа жетпейсің. Көшуден бұрын керуен басыңды сайла. Қарыз алудан бұрын береріңді ойла. Мен қорқыппын өзгенің өсегінен, кір іздеген кіршіксіз кешегімнен, атынан құлады деп күлген екен, күнде құлап жүргендер есегінен.